Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біз өзін-өзі сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы кітап, білім, көзі. Құндылығымыз: ішкі тыныштық, қасиеттер, жақсы кітап ақылды адамның әңгімесімен бірдей. Мақсатымыз: балаларды ішкі тыныштық құндылығы туралы түсініктерін кеңейту. Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың дәйек сөзі кітап, білім, құлағы. Балалар, бұл дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасың балалар. Олай болса, оқулығымыздың 23-ші бетін ашып, Құрманбай Толыбаевтың 100 мәрте мәтінін оқимыз. 100 мәрте. Адам баласы тарихын зерттеп жүрген бір оқымыстының қолына Аристотельдің «Даңқ туралы» деген кітабы түседі. Тарихшы кітапты аяғына дейін ақтарып шығады. Кітаптың ең соңғы бетінен «Мен бұл кітапты 100 мәрте оқып шықтым» деп жазуды көреді. Сөйтсе, мұны жазған Әбу-Насыр әл-Фараби екен. Әбу-Насыр ылғи да қолынан тастамай Аристотельдің «Физика» аталатын кітабын оқып жүреді. Бір жолдасы: «Бұл кітапқа неге сонша қадалып қалдың?» деп сұрайды. Сонда Әбу-Насыр: «Бұл кітапты 40 мәрте оқып шықтым». Сөйтсе,